Көрінбестің көлеңкесі. Баяғыда дәулеті тасып, кім көрінгенге өктемді көрсететін бір бай өмір сүрген. Оның жалғыз арманы перзентті болу. Сүйгеніне қосылғысы келген бір жалшының қызын бай көп қалың мал беріп, зорлықпен алады. Қыз сүйген жігітімен қашып бірнеше ай тау ішінде өмір сүрсе де, қуғыншылар тауып алып, жігітті өлтіреді, ал аяғы ауыр қызды байға жеткізеді. Бай қатыгез болып шығып, әйелді ұрып-соғып, ауыр жұмысқа салады. Сол азаптың үстінде әйел адам емес, итке ұқсас қорқынышты құбыжық бала туады. Бұдан шошынған бай баланы иесіз тауға тастатады. Анасы баласынан тірідей айырылып, күң ретінде қорлықта тіршілік етеді. Тауға тасталған баланы қасқырлар асырап алады. Құбыжық бала адам денелі, бірақ қасқырдың үні бар, айрықша күшті, жүйрік, айбатты болып өседі. Жылдар өте ол үлкен алпауытқа айналады. Анасы тірі екенін білмегенімен, баланы үнемі жоқтап зар жылайды. Бір күні баласы анасының дауысын естіп, жаны елжіреп қасқырша қыңсылап келеді. Анасы оны бірден танып, екеуі көз жасы көл болып табысады. Анасы баласын ауылға келеді. Бірақ ел құбыжықты көріп шошып діңгекке байлап дүре соғады. Бір жолата өлтірмек болады. Анасы баласын өлімге қимай, оны қашырып жібереді. Осы үшін әйел ауыр жазаға ұшырайды. Осыдан кейін ауылға тыныштық жоғалады. Мал табын болып жоғалып, ел үрейленеді. Бұның бәрін құбыжық баланың кегі деп түсінеді. Не амал қолданса да, оны ешкім ұстай алмайды. Соңында ел жұрт анасына келіп, баланы тұтқындауға көмектесуін сұрайды. Анасы: "Қол ұшын берсеңдер, жан баламды өзім-ақ ұстап берем" деп келіседі. Анасы баласының мекені Кембі тауының үңгіріне барып, оны бұрынғыдай зарлы даусымен әлдилейді. Баланың жүрегі елжіреп, елегізіп отырып, ұйықтап қалады. Сол кезде бірге келген жігіттер жасырын тұрып, садақ тартып, ұйықтап жатқан алыпты өлтіреді. Бала ақ деп үлгеріп, етпетінен құлап түседі де, сол күйінде қара тасқа айналып, үңгірдің аузын бітейді. Анасы да қайғыдан жүрегі жарылып, дәл сол жерде тасқа айналады. Содан бері Кембінің долы желін, құбыжық баланың ызалы үні. Жыл басында көрінетін қара көлеңкені сорлы ананың мұңды елесі деп түсінген ел бұл аңызды көрінбестің көлеңкесі деп атап кеткен.